Сәлем достар, Шабарман арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Біз ескере бермейтін ең лас заттар. Негізінде кез келген үйдегі ең лас саналатын дүние унитаз. Оның әр шаршы сантиметр аумағында 3500 бактерия тіршілік етеді. Алайда қарапайым пернетақта әр шаршы сантиметріндегі бактерия саны жоғарғыдағы көрсеткіштен 100-деген есе жоғарғы екенін білесіз бе? Жоқ. Онда бұл видео сізге арналады. Пернетақтаның бір шаршы сантиметр аумағында 500 000 бактерия тіршілік етеді. Әдетте адамдар компьютеріне ноутбук алдында отырғанда қол жуу керектігі жөнінде ойлай бермейді. Далада, үйде қолыңызға жұққан кір пернетақта бетінде қалады. Оған және шаң тозаңымен қоқымды қосыңыз. Нәтижесінде компьютер пернетақтасы ауру тудыратын бактериялардың тіршілік ортасына айналады. Видеомыз біткен соң міндетті түрде қолыңызды жууды ұмытпаңыз. Шұңғылшаның имек құбыры бактериялардың көбеюіне қолайлы орта. Әдетте оған тек бітеліп қалғанда немесе жағымсыз иіс пайда болғанда ғана назар аударамыз. Күн бойына ұялы телефонымызды қайда қалдырмаймыз. Қалтамызға саламыз, жұмыс үстеліне қоямыз, кір қолымызбен де ұстаймыз. Бір сөзбен айтқанда, бір күн ішінде телефоныңызға түрлі микробтар түседі. Тіс щеткасы адам ағзасы үшін қауіпті миллиондаған бактерияның тіршілік ортасына айнала алады. Таңданатын дәнеме жоқ. Себебі біз күн сайын тісімізде өңез бен тамақ қалдықтарынан тазалаймыз. Уақыт өте келе щеткада миллиондаған бактерия көбейе бастайды. Не істеу керек? Тіс щеткасын шайда бір ауыстырып, оларды тек қалыпта сақтау керек. Қолымызға жиі ұстайтын кілтте түрлі бактерияға толы. Біз кілтті еш уақытта тазалап сөтпейміз. Оның үстіне қашанда кір қолымызбен ұстаймыз. Көшеде жерге түсіріп аламыз, кірлеген қалтамызда да жүреді. Нәтижесінде үйіңізге түрлі қауіпті бактерияларды тасымалдайды. Кей адамдар кілтті ойыншық ретінде балаға ұсынады. Оның бала денсаулығы үшін өте қауіпті екенін біле жүргейсіз. Не істеу керек? Үйіңізге келген бойда қолыңызды жуып, артынша кілтті антисептикалық майлықпен сүртіңіз. Бактериялар үйіңізде тарамау үшін кілтті арнайы кілт салғышта сақтаңыз. Бірінші бөлімнің соңы. Шабарманнан мол ақпарат алып, біліміңізді толықтырыңыз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз.